Қайырлы кеш, құрметті көрермен, студияда мен Айдана Бекжан, эфирде Қазақ Орда. Бүгін біз өзекті тақырыпты талқылаймыз, ол аутизм және ерекше балаларға қоғамдағы көзқарас. Біздің студия қонағымыз ерекше жан, аутизм саладағы және ата-аналарға қолдау білдіріп жүрген арт-терапевт және қоғам белсендісі Рауана Сагадиева. Қош келдіңіз, Рауана ханым. Сәлеметсіздер, рахмет. Эфирді бастамас бұрын, құрметті көрермендер, лайк басып және пікір жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін бұл өте маңызды. Эфиріміздің алғашқы сұрағы: сіз көптеген ата-анамен жүздесесіз және ата-анаға сіздің балаңыз аутист деген кезінде ең басты қандай реакция білдіреді? Өте өзекті сұрақ. Негізінде жалпы кез келген диагнозы бар адам және диагнозы бар баланың анасына оның диагнозы ауырлық етпейді. Ол диагнозды қоғам, орта, туыстар қалай қабылдап және қалай қарым-қатынас жасайтыны ауырлау тиеді. Өйткені қоғамда өкінішке орай сондай стереотип қалыптасып қалған. Бір диагнозы бар бала немесе адам бір жұқпалы, бір сондай қауіпті, немесе қорқынышты, оны шеттету керек, оны бөлектеу керек деген стереотип қалыптасып қалған. Содан қорқады ата-ана ең бірінші. Өйткені бір мезетте бүкіл өмірі анау кадрдағыдай өтеді. Мектепте, ортада оған қарым-қатынас қалай жасайды, туыстары не дейді. Өйткені өкінішке орай ең бірінші буллинг жасайтын ол бізді танитын жақсы адамдарымыз. Және де осы тұста әсіресе осал біздің аналарға ең ауыр жүк түседі. Өйткені осындай баласының диагнозын естіген кезде ана ең қатты күйзеліске, шокқа түседі дағы, өзін ішкі стигмасы қосылып кетеді дағы, өзін кінәлай бастайды. Осы мезеттен бастап ең бірінші психологиялық қолдау көрсету керек. Негізі көп ата-ана осы диагнозды естіген кезінде жасыруға бастайды ғой. Мен балам аутист деген сияқты. Негізі оларға бұл ұят деген белгі ме, немесе қалай олар оны қабылдау керек? Қорқыныш және қабылдау бірнеше стадиядан тұрады. Бірінші шок, сенбеу, қабылдамау, мойындамау, менің баламмен болуы мүмкін емес деу. Өйткені бұл нәрсенің бәрі жаңағы ата-анаға, анаға үлкен ауыртпалық болып тиеді. Айтып жатырмын ғой, жаңағы айтып кеткендей, диагнозын білу емес, ол диагнозы бар деп қоғам, туыстар қалай қабылдайтын, содан қорқады. Өйткені өмір, былайша айтқан кезде, мен өзім ерекше баланың анасы болғандықтан бұны жақсы түсінемін, білемін. Біздің өмірде баланың диагнозына дейін және диагнозын білгеннен кейін екіге бөлінді. Біздің бұрынғы араласатын адамдарымызбен біз араласпаймыз қазір. Мен білем, 90% отбасылар сондай. Бізді шеттетеді. Біз өзіміз де бармаймыз. Өйткені мысалға баланың өзін ұстауда, қоғамда мысалға жаңағы ауытқулар болғандықтан біреуге ерсі көрінеді, біреуге түсінбейді. Көп жағдайда есік алда болсын, үлкен кісілер тәрбиесіз деп жаңағы намысқа тиеді. Дұрыс тәрбие бермегенсің, жаман анасың деген сияқты осыны көптеген жаман нәрселер айтылады. Өкінішке орай сол себепті қорқыныштан ана жасыра бастайды, айтқысы келмейді. Және де баланың диагноздан айығып кету, мысалға аутизм ол ауру емес, ол состояние дейді. Ол нейробиологиялық, нейрофизиологиялық және психикалық мидағы өзгерістердің салдарынан болатын өзін-өзін ұстау, өзін-өзін осы өмірде жаңағы көзқарас қалыптасу, қарым-қатынасқа түсу деген сияқты, сондай кедергілердің туындауы. Ал мысалға бір ауру болса, оның емін тауып, бұдан емделіп шығуға болады деген сияқты, көрдіңіз ба? Және осындай ерекше бір диагнозы, синдромы, осындай бір состояниясы бар ата-аналардың ең бірден бір кедергі тосқауылы осы қабылдамауы. Қабылдамай, әсіресе бізде білесіздер, қазақтарда не дейді? Ой, әкесі кеш сөйлеген, атасы кеш сөйлеген, 5 жасына дейін сөйлемейді деп айтады. Деп созып жүре береді. Ерке ғой, көп күткен бала,
Одан апасы атасы айтады, жаңағы ата енесі айтады, ой жоқ, сен жаман нәрсені айтып шақырма, сөйлейді деп. Сөйтіп көп кезде уақытты жоғалтып алады. Бұндай балалардың бірден бір керемет шансы 1 жастан, 1,5 жастан бір өзінің жасына сай емес дамуында бір өзгешеліктерді байқаған күннен бастап дабыл қағып, ана ешкімді тыңдамай мамандарға жүгіну керек. Негізі сіз айтып кеттіңіз, что ата-аналарға бұл үлкен ауыр тиеді деген сияқты. Негізі ең басты ол диагнозды есту ауырлық па, немесе қоғамның реакциясы ма? Қоғамның реакциясы. Қоғамнан бұрын, әрине, қоғамнан бұрын туған туыстың қабылдамауы. Олар мені айыптайды. Мен дені сау бала туа алмадым. Сен кінәлісің деген Мен дені сау бала тәрбиелей алмадым. Мен ана не дейді ғой, менталдық инвалидность қалып келетін сияқты өзін кінәлап, ана сондай стигмаға түсіп кетеді. Содан қорқыныш, ең ауырлық осы нәрсе. Негізі айтып кеттіңіз, Қазақстанда ең әлсіз тұстары қандай? Бізде кадр дайындаудан тапшылығы ма, немесе диагностиканы дұрыс қоймағандығы ма? Негізгі қазіргі таңда мысалға көпшілікті мазалайтын сұрақтың бірі, мәселенің бірі, не себепті соңғы жылдары осындай балалардың саны көбейіп кетті? Біріншіден, әрине бұл медицинаның дамуы. Бұл тек қана мен Қазақстан туралы ғана айтып жатқан жоқпын, жалпы әлем бойынша айтып жатырмын. Яғни мүгедек балалар, ерекше қажеттілігі бар балалар өмір бақи болған. Және олар біздің ортада жүрген. Бірақ көбінесе мән бермеген, мамандар болмаған деген сияқты. Яғни медициналық диагностиканың жақсы болуы. Яғни ондай оқиғалар, ондай адамдар, балалар көптеп айқындала бастады. Одан қала берсе, жаңағы мысалға аутизмді алатын болсақ, бұл генетикалық немесе девианттық, арақ ішіп, дұрыс тамақтанбады, стресте болды, содан туды бала деп ол айта алмаймыз. Аутизмнің пайда болуы әлі зерттеліп жатыр. Ол генетикалық да жатпайды. Бұл тұқым қуалаушылық емес қой? Тұқым қуалаушылық емес. Және бұл қандай да бір жаман өмір салтын ұстанды, соның нәтижесінде осындай бала туды деп ешқашан оны байланыстыруға болмайды. Бұдан бөлек мен айтайын, көбісі вакцинадан деп ойлайды. Вакцинацияның. Бұл мәселе енді ғылыми түрде дәлелденбеген, бірақ айта кететін бір жайт бар. Вакцина, кез келген вакцина баланың тұрақты иммунитетін қалыптастыру үшін жасалады, дұрыс па? Бірақ оның жасалу уақыты нақты белгілі болу керек. Яғни ең бірінші қарама-қайшылық вакцинаны салудан, бұл бала 100% толыққанды дені сау болу керек. Оның ағзасында жаңағы вакцинаны салуға ешқандай бөгет нәрсе болмау керек. Оның ішінде митохондриялық дисфункция дейді, оның ішінде жаңағы табиғи сарғыштық дейді, туғаннан кейін де болмау керек. Сосын жаңағы ми жұмысы дұрыс жұмыс жасау керек, ішек құрылысы дұрыс жұмыс жасау керек. Яғни осындай сынамалардан, жаңағы анализдерден өтпей балаға вакцинаны салуға болмайды. Ондайда егер салса, кез келген вакцина ол іштегі бар проблеманы қоздырып жібереді, яғни триггер ретінде жұмыс жасап кетеді. Ал ол үшін толыққанды скрининг жасау үшін, көрдіңіздер ме, бізде қалай протокол бойынша келеді, баланың тамағы қызыл емес, температурасы жоқ, болды сала береді. Оны толыққанды зерделеп өкінішке орай салмайды. Сол себепті осындай жағдайда әрине вакцина қарама-қайшылық тудырып, баланың органикалық зиятының бұзылуына әкеліп соғуы, оны ғылымдар да жаңағы мамандар да дәлелдеп келе жатыр. Және де қазіргі таңда ең үлкен біздің елде де, әлемде де проблема білікті мамандардың тапшылығы. Өйткені кез келген әсіресе аутизм состояниясы, ол бір маманның ғана емес, мысалға аутизм диагнозын психиатр қояды, бірақ оған кешенді көмектесу үшін, өмірге бейімдеу үшін, оны абилитация жасату үшін тек қана бір маманның көмегі жеткіліксіз. Кешенді бірнеше маман оған. Невролог, психолог, психиатр, жаңағы ABA маманы дейді, АФК маманы,
логопед, дефектолог, яғни көптеген білікті мамандардың көмегі қажет. Бірақ олар тапшы өкінішке орай. Негізі бағана айттыңыз ғой, вакцинацияның бұл ешқандай зияны жоқ деген сияқты. Тікелей байланыс жоқ, ғылыми түрде дәлелденбеген. Бірақ зияны бар. Бірақ біз сауалнама жүргізген кезінде көп ата-аналар айтқан, вакцинация жасадық, баламыз откат болып кетті деп айтады ғой. Сол кезде дәрігерлер не жауап береді? Қалай ойлайсыз? Енді вакцина мәселесі өте қиын мәселелердің бірі, себебі қазіргі таңда да өте көп талқылауға түсіп жатқан мәселелердің бірі. Неге қазіргі таңда көп ата-аналар салдыртқысы келмейді? Мен де салдыртпаймын, салдыртқым келмейді, себебі біздің де осы атипичный аутизм баламыздың диагнозын басталу, былайша айтқан кезде сол вакцинаның кесірінен болып отыр. Яғни вакцина бала ауырып жүрген кезде салынғанның себебінен, кесірінен триггер болып баладағы жаңағы органикалық мидың зиян дейді ғой, поражениесін алып келіп, осындай жағдайға алып келіп отыр. Бұл жерде вакцинаны жасалатын елдің жаңағы вакцинаның сапасын қадағалайтын органдар дұрыс жұмыс жасау керек. Вакцинаны біздің елге алып келетін транспорттық логистикалық компанияларды дұрыс тексеру керек. Өйткені кез келген вакцина белгілі бір температурада алып келу керек. Егер температурасы бұзылса, ол вакцина кәдімгі ядовитый вещество дейді, соған айналады. Әрине, ол кері әсерін береді міндетті түрде. Және вакцинаны салмас бұрын толыққанды, кешенді зерттелуден өту керек баланың ағзасы. Жақсы, сіз бағана айтып кеттіңіз, Қазақстанда маман тапшылығы деп. Қалай ойлайсыз, негізі шетелде емдеуге дұрыс па, немесе өзіміздің Қазақстанымызда? Негізі медицина саласында әрине тұрақты, институционалды, жүйелі түрде жұмыс жасайды және дамиды медицина. Біздің осы жерде тұрғылықты мамандарды оқытып дамытқан кезде ғана. Шетелге баласын алып барып емдету, қарату әркімнің қалтасы келе бермейді. Ол өте қымбат нәрсе. Және оның былайша айтқан кезде кепілдігі жоқ. Ешкім кепілдік бермейді. Сенің ана клиникаға барып, ана дәрігерге барып, соның протоколымен жүріп, соның нұсқауымен жүріп, сен балаң күшті айығып кетеді деп. Ондай өкінішке орай оқиғалар аз өте. Ол жерде тағы балалар сол тілде сөйлеу керек қой, дұрыс па? Мысалы, Англияда болса, ағылшын тілінде. Иә. Сол себепті әрине әр уақытта біздің елдің кез келген саласы дамиды, оған кешенді көңіл бөліп, ақша салып, және біздің мамандарды шетелде оқытып, олар шетелде қалып емес, бізде соңғы 5-6 жылда көптеген мамандар кетіп қалды шетелге. Оларды оқытып, қайтып елге қайтарып, солар жұмыс жасаса, мүмкін біздің осы саламыз жақсы болар еді. Бірақ кәдімгі балалармен жұмыс жасау өте қиын. Ерекше балаларменен ерекше қиын. Бұндай салада, бұндай балалармен жұмыс жасайтын мамандардың бәрі, дәрігерлерден бастап, арнайы мамандарға дейін, арнайы педагогтарға дейін, олар эмоционалдық күйзеліске түсіп кетеді дағы, былайша айтқан кезде жұмыс жасағысы келмейді, кетіп қалады ол саладан. Сол себепті мамандар тұрақсыз тұрмайды бұл салада. Осы үлкен мәселе. Жақсы, тағы да айта кетсе, құрметті көрермен, егер сіз дәл қазір қосылып жатсаңыздар, біз Рауана Сағадиевамен бірге аутизм жайлы талқылап жатырмыз. Бізге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы, Рауана ханым, соңғы жылдары цифрлық аутизм деген ұғымы қалыптасып жатыр. Естіген шығарсыз, иә? Негізі ол шын мәнінде аутизмге қатысы жоқ қой, дұрыс па? Цифрлық аутизм деген. Шын мәнінде кәдімгі нейробиологиялық бұзылысы бар аутизм диагнозына ешқандай байланысы жоқ. Бұл деген ұзақ уақыт бойы электронды құрылғылар, iPad, телефон, соларды пайдаланғаннан жаңағы туындайтын мінез құлықтағы өзгерістерді сипаттайтын, былайша айтқан кезде қазіргі цифрлық аутизм деп атап кеткен. Жақсы, негізі цифрлық аутизм ол емделеді, ол шығады. Яғни ол күйзелістен шығарып ол әрине, мысалға құрылғыны қалай аласың, онымен жақын қарым-қатынасқа түсесің, педагогтар, мамандар жұмыс жаса бастайды, ол баланы тез шығарып алады ол состояниедан. Ал кәдімгі аутизм өкінішке орай ол состояниедан сен шығара алмайсың. Тек қана бейімдейсің баланы. Негізі бала сөйлемесе ол
аутизм деген белгі ме? Ата-ана қай жағдайда тревога деп айтамыз ғой, жүргізу керек? Қараңыздар, негізі бұрын, мысалға, осы 5-6-10 жыл бұрын балалардың ерте дамуына көңіл бөлетін 3 жастан, яғни 3 жастан кейін 3-3,5 жастан кейін бала сөйлемесе тіпті 5 жасқа дейін күтетін. Одан 3,5 жасқа түсті, 3-ке түсті. Яғни бала сөйлемесе, толыққанды сөйлем құрай алмаса, қарым-қатынасқа, диалогқа түсе алмаса, значит, дабыл қағу керек, проблема бар дейді. Қазіргі таңда бұл түсіп кеткен 1 жасқа. 1 жас, 1,5 жастан бастап. Аутизмнің басты белгілері бұл, мысалға, ол бірнеше түрі бар. Ең белгілі алғашқы ол жоғарғы когнитивтік дамуындағы сөйлей алатын, өзін қамтамасыз ете алатын, өте ақылды, IQ жоғары аутизм, детский аутизм, Аспергер синдромы. Олардың бірақ проблемасы әлеуметтік коммуникацияға түсу. Оларға мына әлем керек емес, олар өз әлемінде өмір сүреді. Қарым-қатынасқа түскісі келмейді, сөйлескісі келмейді, ұстатпайды. Кейбір мысалға қатты дыбыстарға әсер беруі мүмкін, ол өзімен өзі отырып жаңа жұмыс жасағысы келеді. Сондай. Аутизм басқа түрі, ол жаңағы мінез құлқында өзгерістері бар. Өзінің агрессивті, немесе аутоагрессивті. Аутоагрессивті деген жаңағы агрессиясы өзіне қаралған, өзін ұратын, өзін жаңа басын долға соғатын деген сияқты. Бұл мінез құлқындағы бұзылыстары бар аутизм бар дейді. Атипичный аутизм түрлері бар. Ол оның ішінде жаңа вербальный, невербальный дейді. Яғни сөйлейтін, сөйлемейтін болып бөлінеді. Ең бастысы, неге назар аудару керек ата-аналар? Бала туылғаннан 1 жасқа дейінгі онтогенезінің дамуындағы ерекшеліктеріне қарау керек. Міндетті түрде, мұқият, зерделеп, прям жетік қарау керек. Өйткені 1 жасқа дейінгі баладағы қалыптасатын, яғни бала мысалға іште біткеннен даму үстінде болады, қарқын даму үстінде болады сол 1 жасқа дейін. Яғни бүкіл барлық клеткалары, миының, өкпесінің, бауырының, жүрегінің дамуы бәрі, үлкен моторикасы, іс-қимыл қозғалысына дейін бәрі 1 жасқа дейін дамиды. Яғни уақытлы қарау керек. Бала басын 2 айға дейін ұстады ма? Бала уақытысында аударылды ма? Бала уақытысында отыра алды ма? Бала уақытысында ползать етті ма? Еңбектеді ма? Вертикализациясы қай уақытта болды? Өзі тұрып ұстап жүрді ма? Жүрмеді ма? 1 жасқа дейінгі осы нормадан тыс кеткен нәрселерге бірден көңіл аударып мамандарға бару керек. Өйткені осы 1 жасқа дейінгі онтогенездік дамуында ерекшеліктер, егер бір жаңағы бұзушылықтар байқалатын болса, ол міндетті түрде кейінгі кезде оның жаңағы миының қалыптасуына, сөйлеуіне, қарым-қатынасқа түсуіне кері әсерін тигізеді міндетті түрде. Негізі бағана айтып кеттіңіз ғой, Аспергер синдромы деген көптеген танымал адамдар, Илон Маск, Альберт Эйнштейн деген, олар сол Аспергер синдромын. Аспергер синдромын, яғни бұл басқаша тағы синдром Саманта дейді, яғни синдром гениальности оларда дейді. Яғни жалпы адамдардың арасынан ол ерекше ойлайды, және бір ғұлама, мықты, ақылды сонда адамдар болады. Жақсы, сіз көптеген ата-аналармен жұмыс жасайсыз ғой, ерекше балалары бар. Сіздің тәжірибеңізде ең тебіренткен оқиға болды ма? Біреу үшін бір ұсақ түйек болуы мүмкін да. Менің өзімнің арманым, менің балам толыққанды сөйлеп, мама, мен сені жақсы көрем десе екен. Кез келген анаға ерекше баласы бар, сөйлемейтін, қоғамда өзін ұстап бейімделмеген баланың анасына ең бірінші біреу үшін айтып отырмын, ол ұсақ түйек. Ол алғашқы сөзі, алғашқы өзінің дербес бір іс-қимылы. Осы ең тебірентерлік жағдай. Алғашқы сөзі, алғашқы аяқ киім киюі, алғашқы қасық ұстап өзін тамақ жеуі, жаңағы тіпті памперсін шешіп туалетке баруы. Осы нәрселер ең тебірентерлік. Жақсы, сіздің
ойыңша мінсіз болашақ аутизмге шалдыққан балдар еліміз қандай болу керек, қалай қоғам оларды қабылдау керек сіздің ойыңызша? Мен ойлаймын, тек қана Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде мінсіз болашақ бұл ерекше балалар, ерекше адамдар және олардың отбасылары толыққанды мүшесі ретінде қоғамға қабылданса, толыққанды теңдей мүмкіндіктер алса, толыққанды теңдей қабылданса, басқа адамдар сияқты оларды сыйлап, оларды жақсы көріп, риясыз. Сонда ғана мен ойлаймын, мінсіз әлем, мінсіз болашақ болады деп ойлаймын. Негізі сіздің ойыңызша мектептер аутист балдарға дайын ба? Инклюзивті білім беру деген бізде мемлекетте қалыптасқан ба? Негізі біздің мемлекеттің политикасы бойынша, қазіргі заңнамалары бойынша 21 жылдан бастап біздің инклюзивті білім беру заңы қабылданды. Қағаз бойынша 2025 жылдың аяғына дейін 70% мектептердің бәрі толыққанды инклюзивті болады деп жарияланған. Енді факт бойынша айтайық. Яғни бізде заңдар мықты, қағаз жүзінде мықты, сөз жүзінде де күшті көп нәрселерді айтады. Бірақ факт бойынша біздің одағымыздың ең эксперттік мықтылығы, Қазақстан бойынша 22 филиалымыз бар, 185 WhatsApp чатымыз бар. Соның арқасында біз бүкіл Қазақстан бойынша 50 мыңнан астам отбасылардың шынайы қажеттілігін айқындаймыз. Біз жаңа сауалнама жүргіземіз, Google анкетирование жүргіземіз. Сөйтеміз дағы, біз сол шынайы қажеттіліктерді жинап, жаңағы жібереміз. Мәжіліске жібереміз, үкіметке жібереміз, нақты ұсыныстармен жасап. Енді қазіргі мектепке келетін болсақ, факт жүзінде әрине. Мысалы заң бойынша, кәдімгі бір класста жалпы білім беру жүйесінде ерекше қажеттілігі бар балалардың, мысалға 25 оқушының арасында 2-ақ бала ғана рұқсат етілген. Оның ішінде олардың тек қана жеңіл ақыл есінің кемістігі. Легкая умственная отсталость дейді. Басқалар оқи алмайды. Басқалар оқитын жер арнайы интернаттар, арнайы мектептер, зиятының бұзылуына және бұзылыстарының деңгейіне, диагнозының мүгедек жаңағы категориясына, түріне қарай жіберіледі, арнайы оқытуға деген сияқты. Факт бойынша қазіргі таңда өкінішке орай біздің мектептерде инклюзивті білім беру жүйесі толыққанды жұмыс жасамайды. Өйткені инклюзия, мысалға сөзін алатын болсақ, инклюзия деген бұл қосуды білдіреді. Включение. Яғни кез келген адамды инклюзивті білімде жаңағы оқу жүйесіне қосу дейді. Ешқандай қажеттілігіне немесе айырмашылығына, кемшілігіне қарамастан дейді. Яғни оның ішінде әрине ол мектепке кіріп келетін жерде жаңағы пандус болу керек деген сияқты, тактильді жаңағы тақтайшалар болу керек деген сияқты, жаңағы көзі нашар көретін адамдарға жаңағы ұстап не қылатын арнайы тақтайшалардың болуы деген сияқты мен ғана шектелмейді. Оның ішінде үлкен проблема біздің елде бұл арнайы оқулықтарменен жұмыс жасау дәптерлерінің жетіспеушілігі. Факт жүзінде бар дейді министерство, міне жақында ғана бізге жауап берді. Ал өкінішке орай заңды түрде, ресми түрде факт бойынша ата-аналар өздері сата алады, өздері жасатады, толық қамтамасыз етілмей жатыр. Кәдімгі арнайы бағдарлама бойынша оқытылады ондай балалар мектепте. Солардың арнайы жұмыс жасайтын дәптерлеріменен толыққанды 5-ші сыныптан бастап мысалға кітаптар жоқ өкінішке орай. Одан бөлек балаларға, осындай ерекше қажеттілігі бар балаларды ортаға бейімдеу үшін арнайы мамандар қажет. Психолог, тьютор дейді, педагог ассистент дейді. Яғни сүйемелдейтін, қасында жүретін мамандардың тапшылығы, жетіспеушілігі. Кейбір ауылды жерлерде, басқа мысалға өңірлерде, үлкен қалаларда бұл мәселе кішкене шешілгенменен басқа өңірлерде өкінішке орай қамтамасыз ете алмайды. Директор айтады, біздің ата-аналар қандай мәселемен қандай проблемамен кездеседі. Келеді директор айтады,
Бізде жоқ ондай маман. Мен саған бере алмаймын дейді. Баратын жеріңе бар дейді. Не істейді ол? Ол ата-ана бізге келеді. Біз заңды көтереміз. Мынаны айтасың, хат жолдаймыз. Мәселе өтіп бүйтіп шешіледі. Бірақ бұл дұрыс емес. Мәселе кешенді жүйелі түрде шешілу керек. Негізі нәтиже бар ма? Шешілген жағдай. Шыны керек, біздің одақ жұмыс жасағы енді жарнама деп ойламаңыздар. Да, былайша айтқан кезде жаппай мүгедектігі бар балалар мемлекеттік балабақшаларда тамаққа ақша төлемеу керек. Бірақ осы уақытқа дейін төлеп келген көбісі. 2 жыл болды, бүкіл бәрін біз жұмыс жасатып, заң бар, приказдар бар, біз соны жұмыс жасаттық. Көп ауыл өлкелерде, поликлиникаларда ақпарат жоқтығын. Мүгедектігі бар балалар және олардың ата-аналары кезексіз кіреді. Кез келген мекемеге. Мемлекеттік қызмет алу үшін, басқа қызмет алу үшін. Яғни бірінші мысалға қарттар, отан соғысының ардагерлері, сосын мүгедектер, одан кейін жаңа мүгедек балалар мен олардың ата-аналары. Оны ешкім білмейтін. Қазіргі таңда біздің кешенді жұмысымыздың арқасында көп емханаларда сонда ақпарат қойып қойған. Яғни қоғам айқайламайды, сен қайда кеттің? Өйткені бізде мысалға аутизм бар балалардың сырттай ешқандай кемсіздігі жоқ. Оны мүгедек деп ойламайды ешкім. Оның менталдық мүгедектігі бар. Көзге көрінбейтін дейді ондайды. Қазір қоғам шуламайды, уламайды, айқайламайды, даттамайды. Заңды білет, заң жұмыс жасайды, мүмкіндік береді. Бұның өзі жақсы емес па? Қоғам қазір сауатты болды. Байқасаңыздар, бұрын мысалға мүгедек баланың анасы деп айтатын. Қазіргі таңда 3 жыл болды, президенттен бастап бәрі не дейді? Ерекше бала, ерекше ана дейді. Мен ойлаймын, бұған да біздің тікелей қатысымыз бар. Біздің ұсынысымыз, өйткені мүгедек деген бір жаман нәрсе да, бір күйе жаққан сияқты да. Ал ерекше деген, мен оны айтам, ол біздің одағымыздың философиясы. Адамдарды бөлмеуіміз керек. Біз туғаннан әр адам ерекше бір қабілетімен, қажеттілігімен туады, басқа адамға ұқсамайтын. Сол себепті бәрімізді ерекше деп айтайық. Негізі бағана айтып кеттіңіз, ол қоғам дайын емес деп. Қаншалықты аутист баланы мектепке беру дұрыс? Мысалы, буллинг деген бар ғой, сондайға ұшырауы мүмкін. Сіздің ойыңызша мектепке беру керек пе? 100% ерекше қажеттілігі бар балаларды қоғамға қатыстыру керек. Оның ішінде балабақша, мектеп, колледж, университет, жұмыс қатыстыру керек. Бұл жерде өте нәзік бір нәрсе бар да. Кез келген адамға арнайы подход жасау керек. Яғни ерекше қажеттілігі бар баланың психологиясын түсінетін, оны ортаға бейімдейтін мамандардың саны жеткілікті болып, және сол мамандар өз жұмысын жақсы атқарса, ол балаларды бейімдеуге болады. 100%. Оған бүкіл басқа елдердегі, дамыған елдердегі мысалдар өте көп. Мен тіпті сізге айтайын, статистиканы оны ашып көрсеңіздер де болады. Қаншама қылмыс жасап жатқан, қаншама жаман, ұят нәрсе жасап жатқан, ол толыққанды дені сау адамдар, психикалық тұрғыдан басқа диагноз жоқ адамдар. Керісінше, ерекше қажеттілігі бар балалар, олар зиян тигізбейді. Сол себепті егер қоғам, ел ондай балаларды бейімдеуге дайын болса, қабылдаса, оларға 100% мүмкіндік беру керек. Олардың ішінен өзіңіз жаңа айтып кеткендей, Аспергер диагнозы бар, Савант синдромы барлар керемет ғылыми ашулар жасайды. Керемет білікті, бай, әсем, әдемі проекттер жасайтын адамдар шығады. Илон Маскты да айтсақ болады. Имені Илон Маск, Apple'ды шығарған Стив Джобсты білесіздер, ол да сондай болған. Атақты актерлары бар қанша. Біздің елде де ондай адамдар бар. Соны жасырмау керек, ұялмау керек, стигмаламау керек, дискриминация жасамау керек. Инклюзия бірден-бір бұл адамдардың дискриминациясы толыққанды, еркін, бейімделіп, қабылданып, былайша айтқан кезде қоғамның, әлемнің толыққанды мүшесі болуы дегенді түсінік. Сіз бағана айтып кеттіңіз, көбінесе жақындары ата-ананы
даттайды, сен кінәлісің деген сияқты сол кезде ұрыс керістер көп болады. Сол сәттерде ата-анаға қандай да бір қолдау көрсететін орталықтар бар ма? Бұл да үлкен өзекті мәселенің бірі. Жақында бізге хат келді. Біздің одағымыз мәселені көтеріп жатыр. Жаппай ел бойынша единый контактный центр болу керек. Ондай жоқ. Осы ерекше баласы бар ата-аналарды қолдайтын. Бізде тек қана мысалға 111, 116, 150 деген сияқты жаңағы ақпараттық колл-центрлер бар. Олар тек қана жаңағы тұрмыс зорлық зомбылық, әйелді ұру, баланы ұру деген фактілер бойынша ғана хабарласатын байланыс жүйелерді. Ал бізге қандай национальная платформа дейді, единый, қажет ақпараттық қызмет көрсететін. Сол ақпараттық қызметті біз бүкіл бір госорган сияқты біздің одақ жұмыс атқарып келе жатыр. Яғни ата-ана бірінші рет баласының диагнозын естігенде қайда барарын білмейді, қай дәрігерге барарын білмейді, қандай сұрақ қойып, қандай справка алатын, мүгедектікті қалай рәсімдейтін, қандай анализ тапсыратын, қандай садик, қандай коррекциялық орталық, қаяққа бару керек білмейді. Сол үшін бізде тіпті мемлекеттік жоқ, бізде мемлекеттік тіпті ондай сайттарда жоқ, порталдарда жоқ. Бізде тек қана жаңағы мемлекеттік портал бар, ерекше жаңағы инклюзивті білімді дамыту. Ол жерде тек қана не дейді ғой, методистік жаңағы ақпарат беріледі. Сүйемелдеу, мұғалімдер қалай жұмыс жасау керек, қандай стандарттар, қандай не бойынша оқулықтар дайындалу керек, бағдарлама дайындалу керек деген сияқты. Ал ата-аналардың қарапайым сұрағына жауаптар жоқ, табылмайды. Тіпті ең сорақысы мен айтайын даже. Біздің жұмысымыз, біз айтамыз, біз тегін үйретейікші. Бүкіл медицина саласына жұмыскерлерден бастап, яғни қарсы алатын медсестра поликлиникадағы жағы, ВОП, терапевттен бастап, университеттегі жұмыстағы адамдардың бәріне түсіндірейік. Қалай қарым-қатынас жасау керек бұл анаға? Балаға қалай қарым-қатынас жасау керек? Ол анаға қандай көмек көрсету керек? Әрине, көп нәрсе, көп қорқыныш білмегендіктен, білімсіздіктен. Егер білетін болса, оларға қалай жағдай жасау керектігін, оларды қалай бейімдеу керектігін, онда бәрі оңай болар еді. Сол себепті біздің ұсынысымыздың бірі осы біз сияқты жасап жатқан 24/7 осындай портал болу керек, ақпараттық көмек көрсету керек, психологиялық көмек көрсетілу керек 24/7, құқықтық көмек көрсетілу керек. Қай жерде өйткені көбінесе осы біздің қоғамда қандай нәрсеге тап болады біздің ата-аналар? Заңсыз, заң аясындағы жаңағы білімсіздіктен, сауатсыздықтан. Құқықтарын қорғай алмайды. Баласының өзінің құқықтарын қорғай алмайды. Сөйтіп өздерінің құқықтары тапталып жатқан қанша ата-аналар бар. Осыған көңіл аударып, мархабат, біздің 3 жылдан бері жасап жатқан жұмысымыздың негізінде дейді, база үлкен бар. Соны негізінде алып, осындай мемлекет тарапынан осындай көмек көрсететін орталықтар көбірек ашылса, өйткені тең қоғам дейді, бақытты отбасы дейді, ол жеткіліксіз. Өзіңіз ойлаңызшы, статистиканы айтайын мен сіздерге. 734 мың мүгедектігі бар адамдар тіркелген Қазақстанда. Оның ішінде 194 мың тек қана балалар ғана. Оның ішінде 109.500-інде ғана мүгедектігі бар статусы бар. Өзіңіз ойлап қараңызшы. Анау тең қоғам, бақытты отбасы, тағы басқа да жанұя қолдау орталықтары, ол тек қана бір 100 мың отбасы ғана көмектесе алады. Ал қалғандар, соны біз сұранып жатырмыз. Елбасыдан, бәрінен осы үндеу жетсе екен. Ерекше баланы тәрбиелейтін отбасылар саны 194 мың. Осы отбасыларға кешенді ақпараттық көмек көрсететін осындай ұлттық платформа ашылса екен, единый контакт центр ашылса екен, біз мамандар дайындауға даярлауға дайынбыз. Дұрыс айтасыз. Негізі сіз арт-терапиямен де айналысасыз ғой, Сол әдіс қаншалықты оң жағынан тиімді аутист балдарға?
Аутист балдарға да, жалпы адамдарға да арт-терапия бұл өнермен емдеу дейді. Нақты біздің айналысатын арт-терапиямыз бұл менің әкемнің авторлық 86 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан методикасы. Сурет салу арқылы өзінің психологиялық реабилитациясын, яғни шығармашылық ойлау қабілетін дамыту арқылы мелкий моторика дейді, нейрондардың дұрыс жұмыс жасауын, және арт-терапия бұл психотерапияның ең керемет ресурсты әдістемелердің бірі. Яғни ол кері қарама қайшылық туындатпайды, кері мынандай агрессияны шығармайды. Мысалға психологқа, психотерапевтке келген кезде олар сұрақ қояды ғой. Көп адамдар қиналады сұраққа жауап беруге. Мына жерде тек қана сен отырасың, қалам болсын, мелок болсын, отырып салған кезде ол ешқандай кедергісіз ішіндегі стресс, қорқыныш, негативті эмоциялардың бәрі шығады да адам қайта зарядталып, қайта трансформациядан өтіп, әрине ішкі сезімдер өзгеріп жақсыға қарай өзгерген кезде ол физикалық тұрғыдан да денсаулық жақсы болады. Аутизм балаларға әрине арт-терапияның жақсы әсері ол тынышталдырады, ол кішкене зейінін жақсартады, ол ұйқысын дұрыстайды, көңіл күйін жақсартады. Мен кеңес беремін жұмыс жасауға. Бірақ кез келген бала ол анасына қарап жұмыс жасайды. Сол себепті арт-терапияны бірінші үлкендерді шақырып, үлкендер үйренсе, бала сол ата-анасына қарап, бала да соны жасайтын болады. Негізі арт-терапиядан бөлек қандай жақсы бір тиімді әдістер бар? EBA-терапия деп айтамыз. EBA-терапия, бұл жаңағы баланың кез келген оқыс, жаман, негативті іс әрекетінің мінезінің қалыптасуы белгілі ішіндегі бір триггерлерін, бір проблемасының салдары. Оның жаңағы EBA-терапевт сол бастапқы мәселені табаттағы сонымен жұмыс жасайды. Ол сол бастапқы кедергіні алып тастаған кезде мынау қалыптасқан мінез құлық жайлап кете бастайды. Оны басқа жақсы мінез құлыққа үйрете бастайтын осы бірден бір EBA маманы, және әрине психологтың жұмысын жоққа санауға болмайды. Жақсы психолог мамандар әр уақытта бірінші баланың түсінігін қалыптастыруға жұмыс жасайды. Одан кейін барып логопед, дефектолог, нейропсихолог деген сияқты баланың сөйлеуін дамытуға былайша айтқан кезде бағыт бағдар беру керек. Бірінші айналысатын психиатр, психолог, EBA-терапевт, былайша айтқан кезде мен айтар едім, бірінші психиатр, өйткені кейде дәрі-дәрмекпенен қосымша қолдау көрсету керек, медикаментозно дейді, оны тек қана психиатр дәрігерлер ғана жазады. Медикаментозно көмектеседі, одан кейін психолог жұмыс жасайды, одан кейін EBA-терапевт жасайды, одан кейін мүмкін нейропсихолог жасауы мүмкін, міндетті түрде арасында мүмкін қосымша невролог дәрігерді болуы мүмкін, одан кейін бар дефектолог, сөйлемейтін балалармен жұмыс жасайтын олигофренопедагог, басқаша дейді оны, одан кейін барып логопед, одан кейін барып кәдімгі мамандар, педагогтар жұмыс жасайды. Негізі осы әдістердің барлығын қамтамасыз ету керек қой. Бір әдіспен ғана баланы емдеу. Тек қана кешенді көмек қана, және тұрақты, жүйелі, күніге, мысалға бала орталыққа берді, орталық жұмыс жасап келді ме, үйге келді ме, үйде де кешенді жұмыс жасау керек. Яғни ондай балалармен жұмыс тоқтаусыз болу керек. Көбінесе ата-аналар сол орталықтарға сеніп, баласын қалдырып, үйге келгенде жұмыс жасамайды ғой. Өкінішке орай бұл да үлкен бір проблема. Жауапкершілікті алмау. Көп ата-аналар сонда қателік жасап атады, баланы орталыққа алып келеді дағы, ойлайды, болды, мен баламды осыған бердім, ақшамды бердім, болды енді осыдан күшті болып шығады деп, өтірік бір иллюзияда болуы үлкен кедергі баланың тез осындай бейімделіп кетуіне. Егер мысалға медициналық тарапынан денсаулығы жаңағы физикалық тұрғыдан балада проблема болмаса, демек медицина жағын алып тастадық дағы, бәрі жақсы, енді демек педагогтармен жұмыс жасау керек. 100% емес, 1000% жұмыс жасау керек. Үйде де тоқтатпау керек, орталықта да тоқтатпау керек. Жауапкершілік ата-ана ешқашан біреуге артып қоймау керек. Баланың дамып, адам қатарына қосылып, ортаға бейімделіп қосылуы, ол бірден бір ата-ананың, мен айтамын, осы өмірде де, ана өмірде де міндеті. Жақсы, қорытындай келе, мүмкін қазір эфирді ерекше балалардың ата-анасы көріп жатқан шығар. Соларға айтарыңыз бар ма? Негізі қоғамда қандай өзгерістер болу керек? Айтарым өте көп. Бірақ ең басты, өзім ана ретінде, өзім жүрегімнен шығатын жылы сөз, мен сіздер барлықтарыңызды құшақтадым. Мен сіздерді барлықтарыңызды түсінем. Ең басты, сіздерге
қолдау көмектесетін сіздер өздеріңізсіздер. Мен психолог маман ретінде, енді мен ана ретінде айттым, енді психолог маман ретінде айтамын. Сіздерде өмір жалғыз рет беріледі. Және ол өмірге сіздер жауаптысыздар. Ресурсты ана, ресурсты бала дейді. Егер сіз эмоционал күйзеліске түсіп, уайымдап, қолыңызды түсіріп, мынау әлем мені түсінбейді, қабылдамайды деп, егер сіздер шағымдансаңыздар, үміттеріңізді үссеңіздер, бала кімнен қуат алады? Сол себепті өздеріңізге өздеріңіз көмектесіңіздер, көмектесетін орта табыңыздар, маманды табыңыздар. Біздің ерекше балалар бар ата-аналар одағына келіп мүше болыңыздар. Біздің чаттарда, біздің осы сіздер сияқты аналардың қасында сіздер керемет қолдау, көмек үшін ала аласыздар. Бізге бәріміз біріксек алынбайтын қамал болмайды. Біз бәріміз үніміз бір жерден шығып, бір анау айтады жағадан бір бас болып, бір жеңнен бір қол болып шығып, біз өзіміздің қажеттіліктерімізді конструктивті жеткізе білген жағдайда ғана бізді еститін, түсінетін, қолдайтын мемлекет болатынына мен сенемін. Өздеріңізді күтіңіздер, қараңыздар, балаларыңызға сеніңіздер. Ешқашан ешкімді кінәламаңыздар. Біреуді кінәлап, даттап, жамандап, энергияларыңызды құртпаңыздар. Өзіңізге сеніңіз, балаңызға сеніңіз. Балада сізден басқа артық ана жоқ, сізде о баладан артық бала жоқ. Рауана ханым, үлкен рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Әр сөзіңіз мейірімге, үмітке толы болды. Құрметті көрермен, ерекше бала, ерекше махаббатқа лайық. Қабылдау, қолдау деген осы ұғымдарды ұмытпайық. Құрметті көрермен, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.